Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар? Бүгін сіздерге Американың 5 минусы туралы айтып кеткім келеді. Өзімнің жеке ойым, Қазақстанмен салыстырғанда қандай минустары бар деген оймен сіздерге айтқым келеді. Қазіргі кезде минустар 5 минус. Бірінші минус, өзімнің ойымша, Қазақстанмен салыстырғанда ол квартира, жалға үй алу мәселесі. Мысалы, Қазақстанда сен мысалы 1 ай, 6 ай или 1 жыл тұрып, кез келген уақытта сен үйді тастап кете аласың. Ондай оған ешқандай сіздің өміріңізге әсер етпейді. Ал Америкада сіз егерде үй алатын болсаңыз, ең кем дегенде 3 ай, 6 ай, 1 жылға алу керексіз. Өйткені одан кем ала алмайсыз. Сіз 1 ай тұрып, или 2 ай тұрып ала алмайсыз. Егер алуға болады, өте қымбат қаласыз. Мысалы, $1000 тұратын айына квартира, сіз егерде оны 1 айға алатын болсаңыз, ол 1 айға где-то $2000-2500 тұратын болады. Ал егерде сіз 6 айға квартира алып арендаға көп тұрмай, мысалы 3 айдан кейін сіз егерде үйді босатам, мен кетем деп айтатын болсаңыз, сізге штраф болады. Штраф ол где-то примерно 1 ай, 2 ай дополнительно ақша төлеп кету керексіз. Сіз $1000 ай сайын төлеп жүрсеңіз, кететін болсаңыз, сіз $3000-4000 төлеп кету керексіз. Егерде төлемеген жағдайда, ол сіздің историяңызға жазылады, сіздің тарихыңызға жазылады. Егерде сіз келесі апартментқа барған жағдайда, сізді уже біліп отырады адамдар, төлемейді, квартира төлемеген адам деп. Ал екінші мәселе, ол өзімнің ойым, өзімнің пікірім. Екінші мәселе, өзімнің ойымша, Қазақстанмен салыстырғанда дүкен, магазин мәселесі. Ал біздің жақта көбінесе дүкендер, магазиндер қол жетімді жерде, мысалы үйдің астында болады, или бір көшеден кейін уже магазин болады. Негізі барлық жақтарда негізі магазин жақын жерде орналасқан. Хоть ол ауылда болсын, қалада болсын, егер үлкен Астана, Алматыда болса да, сен магазинға көп алысқа бара алмайсың. Әр кетсе 5-10 минуттың ішінде магазинға жете аласың. Ал Америкада, мен тұрып жатқан жерде, магазинға бару үшін примерно машинамен где-то 15 минут уақыт кетеді, орташа есеппен алғанда. Өйткені мына жақта магазиндар мүлдем жоқ десе де болады. Үлкен супермаркеттер көбінесе сол супермаркеттерден барып тамақ алуға болады. Ал кішкентай магазиндар жоқ. Тек қана заправкаға барасыз, мысалы керек жарақтарыңызды алу үшін простой сок или тек қана заправкадан. Так, үшінші мәселе ол маршрутка. Қазақстанмен салыстырғанда маршрутка мына жақ өте аз десе болады. Мысалы маршрутка сағатына 1 рет жүреді. Мысалы бір астанаға күтетін болсаң, 1 сағаттай күту керек боласыз екінші маршрутка келу үшін. Маршрутка где-то ценасы 25 цент американ местный адамдарына, ал бұлай адамдарға $2 тұрады автобус. Үлкен қалаларда метро бар, мысалы Нью-Йорк, Майами или Чикаго, Лос-Анджелес деген сияқты қалаларда маршрутка бар. Оларда более-менее ең күшті дамыған қазір уақытта Нью-Йоркта метромен кез келген уақытта кез келген жерге бара аласыз. Пробка ешқандай ешнәрсе жоқ. Ал қалған қалаларында барлық, кішкентай қала болсын, үлкен қала болсын, Орландо мен тұрып жатқан, или Вашингтон, или қандай қалалар бар, Сиэтл, или там Лас-Вегас деген сияқты үлкен қалаларда маршрутка өте аз. Мына жақта көбінде машина бар, көбі таксимен жүреді, бизнес адамдар, қарапайым адамдар, почти бәрінде машина бар, сондықтан ешкім маршрутка жағынан көп мән бермейді десе де болады. Біздің жақта, мысалы біздің жақта маршруткада постоянно адам полный, и каждый 5-10 минут сайын маршрутка келіп тұрады, и кез келген жерге спокойно бара аласың. Мына жақта ондай маршрутка жоқ, олай бара алмайсың. Күтесің бе, где-то 1 сағаттай күтесің. И баратын жерге тоже 1 сағаттай жүріп барасың. Барлық жерге бара бермейді маршрутка. Так, төртінші мәселе. Так, айтам, квартира, магазин, маршрутка. Төртінші страховка. Мына жақта медицинский страховканы айтқым келеді. Біздің жақта негізі қазір енді енгізіп жатыр страховканы, не істеу керек деп.
болу керек, адамда больницаға қаралу үшін міндетті түрде страховка болу керек деген сияқты енгізіп жатыр. Ал Америкада ол баяғыдан бар. Америкада ешқандай больница болсын, аптека болсын, или даже скорая помощь болсын, бәрі частный, бәрі частный болып есептеледі, жеке кәсіптік болып есептеледі. Егер де сіз ауырған жағдайда үйге скорый шақыратын болсаңыз, сізге примерно страховкаңыз болмайтын болса $300-500, даже кейбір үлкен қалаларда $1000 шейін барады деп естідім. Ал біздің қазір тұрып жатқан жерімізде где-то $300-500 скорый помощь шақыру үшін. Егер де сізде страховка болмаған жағдайда, ал болған жағдайда примерно где-то үйге шақыратын болсаңыз $50 болады. Ал егер де баратын болсаңыз скорый помощьта экстренный жерге, где-то страховкаңыздың жақсы страховка болатын болса $20 бастап где-то $100 шейін төлеу керек болады. Страховка болғанның өзінде төлеу керек болады. Сондай мәселелері бар көп. Егер де сіз ауырып тұрсаңыз, сіз шауып бара алмайсыз, бесплатно қарай алмайсыз, міндетті түрде ақшаңыз болу керек. И сондықтан Америкада бәрі айтады, вообще ешқашанда ауырмау керек дейді. Соқыршектің өзі, мысалы соқыршекке операция жасау біздің жақта тегін болатын болса, мына жақта где-то $15,000-20,000 шейін барады. Ол өте қымбат. Көшеде или ауырып, мысалы жүрегіңіз ауырып скорый шақыратын болсаңыз, келеді скорыйлар, бәрін емдеп береді. Соқырсеңіз болса операция жасап береді, жүрегіңіз болса операциясын істеп береді, барлық жағдай жасап береді, бірақ үйіңізге счет келеді. Счет где-то $15,000-20,000 келіп тұрады. Сіз егер оны төлемейтін болсаңыз, сіздің жаңа айтқандай историяңыз бұзылады. Историяңыз бұзылғанда тарих, сіздің осы Америкада жүрген неңізге репутация, история, тарихыңызға жазылады. Сізді уже біліп отырады, қандай адам, қанша ақша қарыз, ақша төлеген бе, төлемеген бе деген сияқты бәрі біліп отырады. Келесі жерге барғанда уже сіз туралы ақпарат бүткіл единый базада сақталып тұрады. Сондықтан мына жақта сол медицина жағы кішкене қиындау. Шынымды айтсам, біздер уже 2 жылдай болды тұрып жатқанымызға. Біздер жақсы страховкада болды, простой страховкада болды. Біздер по-любому ақша төлейтін болдық. Хоть мықты страховка болса да, біздер ақша төлеп жүрдік. Частный. И соны американстардың даже өздері оны шеше алмай жатыр. Даже американстардың местный адамдардың өздеріне де счет келіп жатады, үлкен оларда төлей алмай жатады. Оларда тоже бәрі бай емес. Сондықтан медицина жағы өте қиындау. Егер де Америкаға келетін болсаңыздар, міндетті түрде бүткіл денсаулығыңызды қаралып келіңіздер. Тіс болса тісті де емдеп, бүткіл денсаулықтарыңызды емдеп келген дұрыс болады. Жоқ дегенде, чтобы где-то 1-2 жылдай Америкада спокойно жүретіндей жағдайда болу керек сіздер. 5-ші мәселе, 5-ші минус. Ол 5-ші минусты мен дүкенге қойдым. Супермаркеттарда егер де сіз тамақ заттар алатын болсаңыздар, мысалы $100 тамақ алсаңыз, сіз кассаға келгенде міндетті түрде $110 төлейсіз. $10 өйткені налог төлеу керексіз. Сіз кез келген жерде, мысалы iPhone алатын болсаңыз, iPhone телефон $1000 алсаңыз, сіз кассаға келгенде $1100 беру керексіз. $100 үстіне қосып бересіз әбсе, міндетті түрде. Мына жақта барлық бағалар налогсыз көрсетілген. Ал біздің Қазақстанда барлық бағаларға уже налог қосылып тұрады автоматически. Сіз кассаға барғанда қанша алдыңыз, сол ценаны төлейсіз. Мына жерде сол бағаны төлейсіз. Мына жерде $100 алсаңыз $110, $50 алсаңыз $55, $5 үстіне қосып бересіз. И сіз білмейсіз, мысалы примерно есептеп барасыз, үстіне уже тоже қосып береді. Налог міндетті түрде төлеу керексіз. Сол жалпы осы 5 минусты айтып кеткім келді сіздерге. Тағы да сіздер қандай минустарын білесіз Америка туралы, төменде комментарий қалдырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса тоже комментарийға жазыңыздар. И менің инстаграм парақшама жазылып, сол жерде тікелей маған сұрақтар қойсаңыздар болады. Мен барымша міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сол жалпы
Рахмет көңіл бөліп қарағандарыңызға. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, сіздермен болған Асхат. Сау болыңыздар.